Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы музыка және поэзия. Бүгінгі сабақта музыка туралы аңыз тыңдайсың. Музыкалық сауатыңды арттырасың. Жаңа ән үйренесің. Алдымен мына аңызды тыңдап алайық. Өте ерте заманда жер бетін мекендеген халықтар өлең дегеннің не екенін, ән дегеннің не екенін білмеген. Адамдар көңілсіз, сүреңсіз өмір сүріп жатты. Табиғат та мұңға батып, мүлгіген тыныштық орнаған. Ол кезде әннің құдіретін аспан ғана білген. Себебі ән тек аспанда ғана қалықтап жүрген. Бір күні сиқырлы ән төмен түсіп, кең даланың үстінде қалықтаған. Ол жердегі көңілсіз адамдарды көріп, аяп, осыларға бір жақсылық жасайыншы деп ойлайды. Ән көңіл күйіне қарай, кейде жер бауырлап, кейде биікке самғап ұшып жүреді. Ән төмендеген сайын сол жердегі адамдар бірден әнші, жыршыға айналады. Ал биік қалықтап кеткен жердің халқы әншіліктен құр қалған екен. Ән қазақ жеріне келгенде төмен құлдырап, қалықтап ұшып, халыққа музыкалық қабілетті үйіп төгіп шашады. Осылайша ол халықты ән мен өлеңнің, жыр мен күйдің, суырып салмалықтың шеберіне айналдырған екен. Ақпарат іздеу, талдау. Музыка мен поэзия өнерлеріне талдау жасайық. Музыка дегеніміз не? Поэзия дегеніміз не? Әдебиеттік оқу сабағында өткеніңді есіңе түсір. Музыка мен поэзияның айырмашылығы, байланысы неде? Қазақтың халық музыкасы мен поэзиясының байланысын не арқылы көруге болады? Музыка мен поэзияны байланыстыратын әндерді, өлеңдерді зерттеуді Абай Құнанбайұлы шығармалары негізінде жалғастырайық. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, философ, аудармашы, композитор. Абайдың өлеңдерімен қатар әндері де халық арасына кең тараған. Сегіз аяқ, айттым сәлем қаламқас, көзімнің қарасы, қараңғы түнде тау қалқып, және тағы басқа да әндері бар. Бүгін біз Абай Құнанбайұлының «Желсіз түнде жарығай» әнін үйренеміз. Балалар, әнді үйрену барысында ән айту ережелерін сақтап, әннің мазмұнына, көңіл күйіне мән беріңдер. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны
талқылау. Әнде не туралы айтылды? Әннің көңіл күйі қандай? Ән мазмұнына байланысты көзіңе қандай көрініс елестеді? Балалар, бүгінгі сабағымызда Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығымен де танысамыз. Сәкен Сейфуллин ақын, жазушы, қоғам мемлекет қайраткері. Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау, тау ішінде, біздің жақта деген шығармалары халықтың сүйікті әндеріне айналған. Балалар, қазір біз Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау әнін бейнетаспадан тыңдаймыз және талдаймыз. Әннің әуені мен сөзіне көңіл бөлейік. Олардың байланысы мен айырмашылығы неде екеніне мән беріп тыңдайық. Арқаның кербе сұлу Көкшетауы, дамылсыз сұлу бетін жуғаны жауын. Жан-жақтан ертелі-кеш бұлттар келіп жүреді, біліп кетіп есен сауын, есен сауын. Сексен гүл Көкшетаудың саясында, әр қайсы алтын кесе аясында. Ауасы дертке дауа жұпа дейсі көкірек, қанша жұтсаң тоясың ба, тоясың ба. Хайла лиллай лилла лиллай лиллалай, хайли лиллай лилла лиллай лиллалай. Көкшетау әні барлықтарыңа ұнады деген ойдамын. Шығарманың көңіл күйі қандай болды? Екпіні қандай? Ән қандай латта жазылған? Мажор ма, әлде минор ма? Әнші өзін қандай аспаппен сүйемелдеді? Бүгінгі сабағымызды мына анықтамалармен қорытындылайық. Музыка белгілі биіктігі дыбыстардан тұратын, адамға сазды әуенімен әсер ететін өнер түрі. Поэзия өлең түріндегі ауызша немесе жазбаша жазылған әдеби көркем шығарма. Романс аспап сүйемелінде орындалатын, жеке дауысқа арналған поэтикалық мазмұндағы шағын музыкалық шығарма. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.